Қайырлы күн. Бүгін таңертең прямой эфирге шығайын десем, жел сөйлетпейді ғой. Страшно жел болып тұр. Соны үйге барып бір жұмыстарды тез бітіріп, арасында сұхбат тыңдап. Қалайсыздар? Бүгін интернет что-то слабый болып тұр. Вот мына кісі молодец. Маған срочно үй керек, сендер қайдам? Басқаларын білмеймін мен. Маған срочно керек. Аллам қайырлы жайлы етіп берсін. Да? Өте дұрыс. Өте қатты керек адам жазады, и сол керек адамға құдай береді ғой. Иә. Қазір деген адам көбісі айтады ғой, 24 сағат азақ болып қалды. Мына жағын болып қалды ғой, сонда Бұрын болып қалды, сонда қайда жасам? 28 болып қойды ма сіздікі? Таңертеңде 10 шағымды жасап тастадым, например. Зарядкам отырып қалды да. Просто неге салуға? Сабира, давай деді. Самый главный тоқтама дедім. Қайтесің оны біреуге соны қазір көбісі айтады ғой, 24 сағат азақ болып қалды, бұрын 24 сағат көп еді, уақыт көп еді дейді ғой. Ол от того, что мы спим много. Енді сіздерге бір миллионның лайфхагын айтайын. Ойбай айтыңызшы. Әңгіме айтайын сіздерге. Мысалы, біз деген Совет үкіметі өте қатты осы зарядкаға, таңғы неге режим дняға адамдар үйреткен да. Байқасаңыздар, біз 7-те мектепке баратынбыз бұрын. 7:30-да зарядка басталатын, 8-ге дейін. Кәдімгі физрук бүкіл мектепті тұрғызып, апалар пакеттеріңізді шықылап тұрғызып, бүкіл әлем, бүкіл Қазақстан, бүкіл СССР жаңағы радионың өзінде таңертеңгі жасайтын. И сол кезде заводтар салынды, жолдар салынды, сол Совет үкіметі бір адамдарды оятқан. Одан кейін, почему уақыт қазір аз болып қалды, өйтіп қалды дейсің? Миллионер, мықты, жетістікке жеткен адамдар ешқайсысындай осындай уақытқа нетпейді екен. Жалғыз себебі ұйқы уақытты ұрлайды 24 сағатта. Егер де күндіз ұйықтап түнде жүрсең, сол кезде уақыт кішірейеді. Егер 7-де тұрсаң, күнделікті 7-де тұрсаң, 24 сағат емес, 25 сағат өмір сүресің. Толық 24 сағатта еще плюс 1. Егер де 5-те тұрсаң, онда 48 сағат өмір сүресің. 4-те тұрдым менде. Қазір оңай солай, негізі мен 7-де тұрып жүргем алдында. Постоянно, сол әрең дегенде 25 сағатқа жетеді. Сол уақыттың озатыны сода. Сол үшін күнді түнмен реттеп алу керек та, түнде ұйықтап, ерте тұрсаң, ерте ұйықтайсың ғой сағат 10-дарда. И, например, сағат 9-да ұйықтасаң, каждый сағат 2-ге көбейтеді, 12-ге дейін, таңға дейін. 9-да ұйықтап, таңертең 5-те тұрсаң, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 сағат, 16 сағат ұйқымен тең. 9-да ұйықтасаң, 5-те тұрсаң. Егер де 10-да ұйықтасаң, 1,5 сағатқа көбейтіледі. Егер де 11-де ұйықтасаң, 1 сағат. 11-де ұйықтасаң, час ұйықтайсың. Уже 12-ден ары қарай уже минусқа кетесің. Түнгі 1-де ұйықтасаң, наоборот, керісінше жарты сағат ұйқы сияқты. Сонда түнгі 12-де 1-де ұйықтасаң, сен 1 сағат ұйықтасаң, как будто жарты сағат ұйқыны. Просто біз өзімізден өзіміз зорлаймыз да. Бұны мен өзі 20 жыл оқып келе жатырмын, Тарсуновты, осы ұйқы туралы айтатын адамдар, Луилы, Вилма, қанша адамдар. Бірақ мен бүйтіп айтатын, оттаған әңгіме, қазір деген, мысалы, түнгі клубтар жұмыс істейді, түнімен нелер жұмыс істейді, түнгі сменда жұмыс істейді адамдар. Солар қалай өліп қалған жоқ қой, деп қандай бір оправдание да, өзімнің жалқаулығымның, әлсіздігімнің, өзімнің бір бостығымның оправданиясын аламда. Қош мен бала емізем, қош мен бүйтем, қош мен сөйтем. Мен ол ешкімге ештеңе доказывать етудің қажеті жоқ та. Мысалы, спорт етпей үйрендім мен. Байқайсыздар ма, мен біреумен спорт етіп отырамын, даже маған біреу бүйтіп айтып жатса да, спорт етпеймін. Сондықтан өзіңнің режиміңді өзіңнен ұрлайсың да, өзіңнен ең бірінші денсаулық ұрлайсың, екінші ақша ұрлайсың, үшінші махаббат ұрлайсың. Күйеуге шықпай жүрген қыздар, режиммен ұйықтасаңдар, вообще даже 1 жылға толмай күйеуге шығып кетесіңдер. Потому что адамның арбаға 3 атты жегеді ғой. Бірінші ат денсаулық, екінші ат ақша, үшінші ат махаббат. Адамға осы 3 ат керек, жылқы. 3 жылқы керек. Арбасы прям четко былай жетістікке жеттім деген осы үшеуі. Егер де осы үшеуінің біреуі ақсаса, енді бұрындарда осыны айтатын. Біреуі ақсап құлап жатыр, 2 атың шауып келе жатыр. Сен онда жетпейсің, потому что анау сүйретіліп келе жатыр. Или там, әйтеуір үшеуі постоянно бірге шауып жүру керек та. И сол үшеуін именно осы 3 атты реттейтін бұл жаңағы ұйқы мен тамақ. Ұйқы мен тамақ негізі өтірік нәрсе.
мен бұрын вообще сенбейтінмін, енді аттарын атасам болмайтын шығар, бірақ осы әншілер нелер, мысалы Тамара Асарды дастархандас болдым, көрдім. Бір тал қазыны жеп отырады, или тағы да қанша нелерді көрдім. Мысалы ойлайсың, үйінен тойып келіп өтірік майысып отқан шығар деп көре алмайсың ғой оны. Өзің көре алмайсың жаңағыдай. Қасында 1-2 күн жүріп, шетелге барып, қанша жүргенде байқадым. Например, 6-тан кейін тамақ ішпейді. Мен қанша жыл сол 6-тан кейін тамақ ішпей ауылда негізі сөйтіп ұстайтын. Салмақты тез кетеді 6-тан кейін. Вообще ешқандай вообще несіз. Бірақ біздің қазіргі мына уже возрастымыз келді ма, қонаққа көп шақырады, күнде барамыз, күнде 5 бармақ, күнде анандай стол. Мен өзі өте қиын нәпсімді тыю. Енді осы Ербалай жарнамалап кетем ғой, сол нәпсімді тыюыма көмектескен осы Ербалай. Потому что жеп қойсам артынан жаңағы алойым бар, нем бар, 1-2 күн тренировкам, постоянно ғой тренировка, и 2-3 күн жаңағындай турбо деген бар, соған не істеймін. Обмен веществ реттеп аламын. 1 апта, 2 апта маған жетеді. Содан кейін бүкіл жетістікке жеткен миллионер, ақшасы керемет адамдардың ұйқымен тамақты жеңіп алған. Ешқандай, мысалы саған қазір конкурент бар ма, қазір сенің енең, абысының біреу тыңдаңдар, күшті әңгіме айтып жатырмын ғой деп ұрысып қояды. Енең, туысқаның біреу қаның ішіп жатыр ма, конкурент, тоқал, әйтеуір біреу. Любой кезде ұйқыны тамақты жең, ол адаммен алыспа. Ұйқымен тамақты жеңсең, саған вообще конкурент болмайды бұл ғаламда. Вообще ешкім мазаңды алмайды. Сол үшін сол ұйқымен тамақты жеңіп алу керек, сол кезде ақша келеді, сол кезде не келеді. Сол кезде адамның бір қасиеті ашылады, миссиясы. Миссиясы ашылған кезде адам ақшаны ойламайды. Мысалы, бұрын мен бизнестарымда қақылдап таңнан бет жүретім. Науғанша тапты деп ше. Қазір мен ақшаны ойламаймын, байқастырмын. Не санап жатыр, не істеп жатыр. Даже күйеуім ойласа да, мен үйде ақша айтса, айтпыш деймін, ақша. Потому что миымда уже жоқ. Ақша ауа секілді да, бұрындары біреулер сөйтіп айтса, сенбейтінмін. Менде 100% білмеймін андай. Кейде бір бай подругаларым айтып жатады, қанша квартираң бар, менде мысалы 30 квартира бар, там 8 помещением бар, ана қымбат бір банк менің помещениемді нетеді деп айтқан кезде даже бүйтіп қызғанбайды екенмін. Олады ғой, бұрындары мен біреу бірдеңкем болса, соған жарысып, соған жетуім керек, біреудің там Алматыда квартирасы болса, менде де болу керек, біреуде шуба болса, ана ішімдегі қасиетті жақсы көремін. Вот то, что мен сіздерге қазір бөлісіп отқаным, сол талантымда, и мен сол талантымды ары қарай өсіруге, сол неге прям стараюсь келешекте, болашақта біздің балаларымыз сол талантпен ғана жұмыс істейді. Баяғы заманда жаңағыдай помещением бар, банкым бар дегендер бай болса, бақытты, мындай самый миллионер. Қазір сол миссиясын, неге адамдар миссиясын іздеп, икигайын іздеп нетіп кеткен. Уже болашақтың несі, уже қасиетті адам, ішіндегі қасиетті, таланты бар адам, ол всегда востребован. Оны Африкаға апарып тастасаң да, олына қаяққа апарсаң да, соған жету үшін төменгі энергиялардан көтерілу керек та. Оған тек қана сол ұйқы мен тамақ, жануар режимнен көтерілу керек. Сосын көбісі айтып жатады, қиналамын, таңертең тұра алмаймын, шаршаймын, өйтем, бүйтем. Адам 3 күннен кейін көрге де үйренетін. Мен былтыр Барселонада ұқтым. Барселонада өте суық қыста. Плюсовая температура дейді, үйлерінде отопление жоқ. Үйлер 14 ғасырдағы, 20 ғасырдағы, мынандай қуыс тесік, лестница. Сыртында жазып тұрды, прям 14 ғасырда бірдеңе деген король тұрған, бірдеңе тұрған деп. Дәу кірпіштегі мынандай қара суық үйлер болады ғой, подвалдар болады ғой, суық сондай. Мынандай стеналарда дала, елдің бәрі далада өмір сүреді. Ана кафешкалар дала қоқыт, күнде бүйтіп ана аталар, апалар бүйтіп отырады. Сонда ана үйдің бірінші кірген кезде мына жақта біздің үйіміз 40 градус ыстықтан келген кезде, вообще қол аяғым еще декабрьде ма, январь сондай кезде барды ғой. Сонда бірінші күн мен ойладым, өліп қалатын шығармын деп. Ал ана кісілер қонақтарға үйлеріне барсаң, еще бір жаман кілем төсемейді да олар. Біздің қазақта бір уют бар ғой, ана есігіміздің несіне дейін бүйтіп кілем, диван біткен жерге төсеп қоямыз ғой, диванның астына дейін кіргізіп. Үйлерінде тәпішкемен жүреді, енді таза көше, тәпішкемен жүретін андай полда, осындай үйлерде бір уют жоқ, ана көне алмаймын да, маған бірдеңке сатып әкеліп төсек қойғым келеді өзімнің квартирама. Сосын суықтан прям қол аяғым дірілдеді.
бірінші апта прям қол аяғым қақсап кеткім кеп еңіреп түнде жылап ана үйім, ыстық душым, ыстық су ақпайды ана нелерінен. Енді қымбат квартираларда ағатын шығар, біздікі қан жылым ана несі толмайды ваннаға түсейін десең, бойлер. Оның суы удай қымбат, свет өте қымбат Европада. Енді бір аптадан кейін ақырын денем үйренді. Тағы бір аптадан кейін вообще мен ана жерде өмір бақи тұрғаным сақ болды. Сол кезде бірінші түсіндім, адам до того приспособленный болады, адам до того андай еті үйреніп кетеді екен ғой. Ана үйде бірінші күндер ішкенде мен жерде мұрнымнан су ағып шай ішетінмін ғой, бүйтіп қол аяғымды ұрып. Уже бір айдың ішінде терлеп, жаңағы гербалайзерді ішіп отырмын да. Сонда мына организм до того. Бұрын осы Астанаға келгенде таң қалатынмын, 17-ші жылдары қатты суық болатын стол ұстап тұратынбыз ғой. 7-ші жыл, 2005 жыл келгенде остановкада тұрғанда. Қазір жылысақ, потому что адам ет үйренген да. Мысалы көп южандар келгенде. Сол секілді адамның таңғы жүріске, таңғы оянуға адамның ет үйренеді. Ары кетсе 21 күн 3 апта ғой. 3 аптадан кейін просто надо ходить. Тұру керек те жүру керек. Сосын адам мына төменнен жоғары қарай тазарады. Табаннан. Мысалы біз 40 жыл бойы, 45 жыл мен уже біткен адаммын да. Тамаққа, шошқа сияқты жеймін, ұйықтыны жақсы көремін, өсек айтам, үшін біткен адаммын. Именно жүрген кезде табаннан тізеге жұғады. Бірінші 40 күнде адам физически тазаланады. Денеңіз арықтайды. Жүріп 21 күн тоқтамай жүріңіз, таңертең тұрып 1 сағат жүріп, мысалы 10 000 шаг, 10 000 шаг жүрсеңіз, негізі 7-сі күні туғандарға Жанат қожамдар айтады, маған бәше 20 000 шаг жүрді. Бізде жетілерде бас жоқ дене ғой. Бас жоқ, біз звездамыз ғой. Бірақ бір жақсы бізге Құдай бастарды әкеп береді қасымызға. Плюста жүргенде. Егер де плюсқа кірсең, жақсы болсаң, мінезің жақсы, жұғымды жақсы болсаң, қасыңа именно бастар әкеп қояды бір. Көмектесетін сондай бір бастар. Мен семинар бастағанда 2016 жыл Қошманбеттен мамамын ғой былай, 6 бала туып, сонда бір мықты қыз келіп маған. Просто объявлениеден Инстаграмнан маған келді да, сонда министерствоның семинарларын жүргізген қыз екен, ұйымдастырған. Қалай маған келген? Былай қарасаң, когда адам плюста жүрген кезде, адамның адамы келетін болып тұр ғой, ұстаздың ұстазы келеді, жақсы адам. Ана қыз бар ғой, шағып тастады ғой. Мен ана семинармен 5 жыл жүретін шығатын андай опытқа жету үшін. Мынаны былай істейміз, мынаны былай істейміз. Адамдарда бейджик болады, мына жерде мынандай адам кіреді, мына жақта кіреді. Деп мен. Содан мен түсінемін да, что менде бас жоқ, бас бар адамдар келеді өзі. Адам плюста жүргенде. Минуста болғанда бізде семинар бар. Любой адам олай ғой. Ең бірінші материальный нәрсе кетеді. Сразу пұпыр жоқ болып кетесің. Бір-ақ күнде жоқ болып кетесің. Сол үшін плюсқа өте керек. И жаңа аяқпен жүрген кезде бірінші 40 күнде адамда салмақ түседі, артық салмақ. Өзі түсінеді уже, объем кетеді, салмақ түседі. Сосын, мысалы, тізем қақсайды, там артритім бар, грижам бар, диагноздарыңыз кетеді. Даже запорға дейін кетеді. Потому что байқайсыздар, мына табанда бүкіл китайский медицинаға барғанда баяғыда ине қоятын дейді. Табанда бүкіл нерв окончание бар. Сол мына жүрген кезде, мен вообще Барселонада жүргенде тырнақтарым бәрі түсіп шықты. Жаңағы аяқ киімдерден қажалып бітті. Қанады, өйтті, бүйтті. Бір күні бар ғой, аяқ болады ғой. Баяғыда адамдар жалаң аяқ жүрген, қалай жүрген, например, өзінен өзі бір өзі аяқ бір күні болады аяқ. Мысалы, қазір қандай аяқ киіммен жүрмін, ешқандай қажамайды, ешқандай любой. Біз до того ақ саусақ дейді ғой, сондай болып кеткенбіз, аяғымызда аппақ болып кеткен ғой. До того үлбіреп кеткенбіз да, бір моменттен білмеймін, мен 6 ай жүрдім ғой Барселонада. 6 айда аяғым кәдімгі аяқ болды. Кәдімгі адамның аяқ. Бұрын аяқ емес еді, таяқ болатын. Қақсайтын, нететін. Сонда мына бір неден өтіп кеткеннен кейін өзі келетін нәрсе. И 40 күннен кейін физикаңыз тазаланған кезде келесі 40 күнде материальный нәрсе ашылады. Келесі 40 күнде қарыздар кетеді. Жаңағындай жақсы адамдарға өзінен өзі ақша, сыйлық. Вот именно в плане финансов түсіне бастайсыз. Үйіңіз сатыла бастайды. Жаңағындай бір моменттер ашыла бастайды. И келесі 40 күнде мінез өзгере бастайды. Адамға өзі жақсы мінез пайда болады. Бұрынғыдай өсек айта алмайсың, айтқың келмей қалады. Бұрынғыдай мысалы агрессияң өзінен өзі жоқ болып кетеді сондай. Сол үшін прям бұны не істеу керек та? Баяғыда Индира Ганди деген Индияны отаршылдықтан неткен өздерінің көсемдері ғой, енді бәрі табынады сол. Индира Гандидің әкесі.
Махатма Ганди. Енді өте ұлы кісі, қанша жыл Англияның отары болған ғой олар. Сол кезде алып шыққан өзін соғыссыз. Көбісі мысалы соғысып нетеді, ол кісі соғыссыз жеңген. Сол кісі күніне 3 сағат қана 4 сағат қана жұмыс істейді екен да, қалған несінде жұмыс істемейді екен. Кәдімгі президент страны ғой қараса. Сонда басқа елдер таң қалған кезде тоже 2 сағат қозғалыс, медитация жүреді, 2 сағат молиться етеді екен. Сонда біз көбіміз ойлаймыз, 20 сағат жұмыс істейміз да, 4-5 сағат ұйықтаймыз, 5 жерде жұмыс істейміз деп. Лучше сіздер 20 сағат жұмыс істегенше жұмыс істеу керек негізі. Баяғыда бір Екібастұздың акиматы мені неге шақырып, мынандай семинар жасаңыз тегін өзіміздің нелерге деп. Сол барғанда бірінші айтып жатқан кезде работай от слова раб деген ғой. Бір кезде перерывқа шықсам, ана замаким, сіз не завтра все уволить жатсыз. Өздері жұмыста зарплата жүргенмен не айтып жатсыз, басқа бірдеңе айтыңыз, жұмыс туралы айтыңыз, жұмыстан кешікпесін деп айтыңыз. Шығып кеткен ғой. Сол сияқты негізі жұмыс істейтін адам табылады. Менің 1,5 миллион оқырманым, мені именно тыңдап отқан қазір 700 адам. Вот сіздер осыны құлағыңыз естіп отырса, ол бекер емес. Маған айтады ғой, елдің бәрі сені естіп сөйтіп кетпеймін. Ол елдің бәрі мені естімейді. Осы жерде отыратын адамдар ғана естиді, олар солар успешный болады. Мен де кезінде біреулерді естідім, и сол кезде менде де вот успех содан келді да. Сол үшін адамда жұрттар ұрысып жатыр, берите деп Райгүл ханым, мен жаным, менікілермен ана жақтар ұрысады ғой. Что попало айтып оттай береді екен Қыртынбай дейді. Мысалы осындай кісілер, хейтқа жауап бермейді, бірақ жауап бере салайын, чтобы сіздерге түсінікті болсын. Тыңдап отырсыздар ғой, бүгін таңертең біреуде осы сені көрсем жыным келеді дейді. Соны Тұрсынбек салып қойдым. Тыңдамақ құрсын, толып жатыр, блогерден көп зат жоқ қазір. Кірпік жоқ болып қызық болып отырмын. Содан мына 2014-те мен алғаш шыққаннан әлі бір парақша бар да, мен әлі бақылап келе жатырмын. До сих пор маған жазады да. Вот менде отыр, мен анда еще не подписанныйдар ограничить етіп қойған ғой, не подписанныйдар комментарий жазбасын деп. Бірақ ана кісі подписанный болып комментарий жазды. И мен оны блоктамаймын, тыңдап отырмын да, не істейді екен деп. Соны бүйтіп қарасам 14 жыл, үлкен әйел енді бір 50-ден асқан. 14 жылдан бері мен бармаған шетелім жоқ. Жылдан жылға денсаулығымды жақсартып, арықтап, өсіп, трансформация болдым. Ана кісім әлі отыр да сол болотасында. Енді өмірін айтпайды ғой, инстаграмға күшті өмір салып қойды ғой. Бірақ білем, что әлі бықсып отқаным да. Әлі сол кісі бір диванда сасып жүріп, 80 кило болып, жаңағы менің көрмеген шетелім жоқ. Одан кейін қанша жетістікке жеттім, қандай жақсы адамдармен таныстым. Өмірімде қандай историялар болып жатыр, қандай бизнеске келсем де гүлдеп кете береді, Құдайға шүкір. Сол бір Алланың осындай бір ізденімпаздығында. Сен күнәһарсың деп жазып маған, сен елдерді алдайсың, өйтесің, бүйтесің. Жайылған дастарханда 1000 қате бар, жайылмаған дастарханда 1 қате бар дейді. Ол күнәһар болған күшті ол. Вообще күнәһар болған. Күнәһар болып, сол күнәңді ертең қайталамаймын десең, бұл сол жақсы. Адамдар не күнә істемейді, не ештеңке істемейді. Бір орында отыра береді, өйтіп отыра бергеніңізден ол Меккеге барып қырық айналсаңыз да құр ештеңке. Мен қайта қаншама адамдар, бір адам жазса, 1000 адам маған алғысын айтып жатады. Мына кісі деген, мына Құттілім 2019 жылы болған. Мына дәптер прям уже нетіп кеткен қандай, чіріп кеткен уже. Соны оқып, өмірінде қандай жетістіктер болып жатыр, ковидтан кейін қанша адамдар кеп маған алтын сақинаны сыйлады, подарок сыйлады. Ол бір подарокта тұрған ештеңе емес, но есімде Ақтаудан бір кісі кеп маған алтын сақина берді, сол есімде до сих пор. Өліп, уже өлдім деп, ана 60% бір бәле деген кезде, сені ютубыңды тыңдап, аяққа тұрдым дейді. Мысалы, 60-дағы үлкен апай. Сондайлар өте көп. Так что, мен қанша адамға, бір адамға, может, мен соны тек феншуйды айтып, бір қыртып кеткенім шығар, бірақ мен қазір феншуйды айтып жатқан жоқпын ғой сіздерге. Күнәңді біліп, одан кейін оны істемесең, ол уже күнә емес деп өзіме шешіп қойдым мен. Тағы да бөтшін жамсы. Вообще мен негізі өзімді қабылдап, жақсы көріп істаған адаммын. Негізі не айтсаңыздар да просто ана басқа адамдар ұрысып кетпесін деп айтып жатыр. Де өзіміз куә болып отырып қой. Біз келгелі қанша адам, қанша қаладан, жан-жақтан келіп, алғысын білдіріп, подаркілетіп жатады. Ол подаркілет бұрын мына рахмет саған деп сонша километр асып келіп айтқанның өзі қанша жетістік қой адамға. Біз живой куәміз ғой. Соны мен бүгін жазып қойдым ғой, одан арман іштеріңіз күйсін деп. Мен тарихта атым қалады.
сондықтан да иә деп көп алып сізге алланың берген себепшісіз ғой. сіздердің аттарыңыз қалмайды, ана даже немерелеріңіз ұмытып қалады сіздерді. Хейт жазып отқандардың. Одан арман. Немерелеріңіз даже кім екеніңізді ұмытып қалады. Ал менің тарихта атым қалады. Себебі YouTube тұрғанша, Instagram тұрғанша әлі талай тұрамын мен. Еще кітаптарым бар. Жаңа ғана эфирге шықсам, ана Жанат Бақыт туралы айтыңыз дейді, соны талғап шала бөлініп еді. Осы адам біздің дейді, біреуді ойлауға, біреудің атын атауға уақытымыз жоқ дейді, тауырлар жатып алып осы не ойлайды дейді. Сонымен айтқам ғой, егер де ондай адамдардың атын сұрап өсек естігілеріңіз келсе, менің сағатым $1,000,000 тұрады. Любой жерге ұшып барамын. Эйр Астанаға билет аламын да, Атырау дейсіз ба, Қазақстан любой қаласына барып сізбен чай ішіп, өсек айтып беремін, любой адам сұрасаңыз. Зато ақшам қалады да, Америкада жүрген қызыма студентіме отправлять етеді. Қазір как раз каникулда жүр, өзі ақша керек сол үшін. Так что тегіннен сізге өсек айтып отыратын мен ондай уақытым жоқ. Мен 15 секундымның өзі бағалы өзім үшін. Мен мысалы, мына жерде мен өзім бір миссиямды орындап отырмын. 1000 адам, 2000 адам тыңдап, одан кейін мен эфирлерімді миллиондап адамдар көреді. Өзімнің мына жерде таныс болып қалған, жақсы өзімнің достарым бар, өзімнің клубым бар. Ол менің әрбір минутым өзім үшін бағалы. Ол сізге отырып мына жерде біреудің атын атап, әңгіме айтқанша мен одан да қазір үйімге барып қызыммен блинчик пісіріп отырмаймын ба? Атың аңызға айналсын дейді. Так что төлеңіздер, біреудің атын айтсаңыздар, Каспий номер жазып қойын, соған сразу талғап номерін көрсетіп соған $1,000,000 отправить етсеңіздер, осы ұшып бара салам любой қалаға. Нарынқолға кел десеңіз, қазір осы қазір ұшып барам. Дұрыс сұрақтар қойыңыздар, так что андай бір адамды өсіретін, адамға бір жақсы әлі тыңдайтындар бар ма, құралайды дейді. Мына кісінің аты, аккаунтының аты Тырбыз 879 бықыр деген ана 0 суреті парақшасы жоқ адамдар екен. Қитпен алсаң негізі алысып кетесің. Қараңыздаршы, сіздерге живой пример. Мына өсекпен алсаң, қалай алысасың, шыға береді. Мен мысалы қазір алысып отырмын, таңнан алыстым осы өсекпен. Сонда ақша деп өлген адам, вообще өлгенмін, ақшадан өлгенмін, вообще ақша көрсем мына көзім Дональд Данк деген үйрек бар еді ғой, мультик. Сол сияқты ақша көрген жерде, ақша жүрген жерде жүремін. Так что мен қасымда жүріңіздер. Ана тышқандар деген ашаршылықта кісілер тышқандар жүрген жерде жүреді екен. Ана бидайды, сосын тамақ келетін жерде, енді жануар ғой, енді жаратылыс қой, тіршілік иесі. Сол тышқандар жүретін жерде жүгіріп сол жерге көшеді екен. Елдер, ауылдар, баяғыда жайлауда шашлық жүріп болған кездерде тышқан қай жерде жүрді, сол жерде. Сол сияқты мен қасымда жүріңіздер. Мен жүрген жерде ақша бар. Қазір Гербалайфта жүрмін ба, жүріңіздер. Мен мұрным вообще ақшаға деген иісшіл сондай. Баяғыда бұған бір пример айтайын. 3-ші курсты бітіргенде официант болып орналастым да, біздің үйдің жанында прямо Ташкентский Петрова, Рысқұлов Петрова деген тұрамыз. Сол жерде 2-3 кафелер бар да, ол кезде көп лагманный жаңадан нетіп жатқан. Ташкентскийдің Райымбектің бойында бірдеңе деген аттар бар, кафелер бар. Сосын подружкамыз бәріміз жазда 3 ай енді ақша тауып алайық, киім алайық деп официант болып жұмысқа тұрамыз. Лагман жейтін дәмханалар болады ғой сондай. Мынандай арақ ішпейді, нетпейді, мынандай лагманный сияқты. Сөйтіп сол жерге жұмысқа тұрамыз дейміз да, бүкіл біздің подружкаларымыз ана әдемі мынандай бір ішіндегі ең күштіге кіріп алғанда бәрі. Сосын мен бүйтіп қарадым да, мына жерде тұрған біреуіне көзім түсті, ана интуиция ғой менде. Соған бардым да айттым, мен сізге жұмысқа келейінші деп. Ана 3 айдың ішінде бар ғой, анаған бірдеңке болды, біреуіне бірдеңке болды, біреуінің налог өйнеді, анау өледі ғой. Содан мен білем да, мен жүрген жерде вообще анандай бүйтіп тұрып ақша тауып кеттім. Потом ана қыздар келіп бізге жұмысқа тұрайын деп, олар тұрмай, біз жаңағы демалып, біз ұйықтаған кезде келіп жұмысқа тұрып сөйтіп кетті. Так что вот Гербалайфта ақша бар қазір. Жүріңіздер. Мен жүрген жерде ұшым ақша бар. Менің проблемам қайталана береді дейді. Сол сабақ аламай жатсыз. Қайталана берген нәрсені біздер адамдар былай ғой, біреуден күтеміз. Бір ұстаз келіп көмектесе салса екен, психолог келіп көмектесе салса екен, ана мен проблемамды шеше салса екен. Мына жүрудің құдіреті, жаңа табаннан бастап айттым ғой, тізеге дейін көтеріледі. Бір күні жүрсеңіз тізеге дейін. Ол энергия көтерілді деген, уже ақшаңыз тізеге дейін көтерілді деген сөз. Жүріп бастағанда. Мен мысалы қазір Майамида, Америкада таныс қыздарым бар да, Дубайда тұратын. Бұрыннан араласатын. Катарда ретритта кім болды осы жерде? Мен болып қой. Болдыңыздар, қазана қыздармен араласып жатсыздар, чаттарда. Сол секілді бір ретритқа именно осындай саморазвитие барғанда адам бір жақсы дос болып қалады. Иә, кәдімгідей сағынамыз. Сол Фейсбукта, сосын ана бұрынғы біздің нелерден қазір Телеграмда чаттар бар орыс қыздармен. Көбісі уже ана неге тұрып кеткен, атақтысы бар, несі бар, мынандай ақшалысы бар. Бәрінің Инстаграм қарап отырам бар ғой. Жантым. Жүріп жатып, нетіп жатып.
жүрумен неден басқа ештеңкемен айналыспаймын. Иә, только бір осылар не жұмыс істейді деп кейде сұрасаң, жұмыстары бір сетевой, бірдеңе, осындай бір, содан мен сетевойға келгенім сол да, осылар бірдеңке біледі ау деп. Себебі, иә, бір таңертең кетіп кешке кетіп пол жуып жүрген адам көрмейсің ғой. Миларын сол 2007-те, 2005-те сол кездерде өсіріп алған Дубайда жаңа Марина Барбелиде квартирам бар, 3 квартирам бар, соны сдавать етемін. Сонымен сонда мына жүру арқылы ақшаң тізеге келді ма, одан кейін беліңе келетін болып тұр. Ал енді энергия түскен кезде только адам ана бас демесе екі аяқтың зор дейді ғой. Бас демесе адамның только денесі жұмыс істейді. А басқа кезде істейді. Бас жаңағы ақыл бәрі бір-бірімен байланысты да, но біз сол кругтан шықпаймыз. Қарызға кіреміз, қайттан жүреміз, қайттан жұмыс істейміз, қайттан жүреміз, қайттан істейміз. Иә. Сосын кеше біреу сұрап айтып қойды, ана жерде отырған әйелдердің бәрі қалаулымдағы секілді ақша төлей ма деп. Ана жердегі адамдар дейді да, қалаулымда ақша төлеп отырғысы қойды деп ана қолшабаққа. Кеше біреу жазып қойды, қалаулымдағы сен қанша төлейсің, бар болса маған төлейсің ба дейді. Жаным, сен маған төлейсің. Рас, біз төлеп келіп отырмыз. Төлеп келіп отырмын. Айына 44.500 теңгеге абонемент алып төлеп келеді. Бұл кісілер маған төлейді. Біз төлейміз. Иә. Вот сонда мы жетсе, адамдарды Алла тағала әкеп береді екен ғой. Ақыл айтатын адам, жұмыс істейтін адам сен үшін еңбек ететін адам, бәрін сондықтан Гербалайф гормональный дейді. Ақнылдақ профессор, доцент наук дейді. Жаңағы не дейді ана бұрқ дегіздің деп апама түсіп бұрқ ете салдым деп. Сол жүргеннің пайдасы сол негізі. Сосын мен ұйқыны әрең деп жеңгенім минутпен жеңдім. Мысалы бір күн сағат 10-да тұрсам, ертесі күн 9:40-да тұрамын. Бір апта 9:40-да тұрамын. Сосын бір апта 9:20-да тұрамын. Сөйтіп ұйқыны жетіп, потому что мен всегда декретте жүрген кезде өзің би, өзің қожардың совсем лаңдап кетесің. Кеше ана Елмира айтып жатыр ғой, күйеуің жоқ болса, вообще тамақ істемесін. Талғат ана 15 күн рейске кеткен кезде үйдегілер роллтын жеп, сосиска жеп, вообще. Бытыш болып кетеміз. Ол кезде кепсе жоқ, Қошмамбетте роллтын бар. Үйдегілер не тамақ жоқ, не жоқ. Сонда ана ең бірінші күйеуім мені қызғанады деген кезде мен осы инсайт келді Қошмамбетте. Қазір есіме түсіп отыр. Мені Талғат ана көршіге өзі отыр ғой, көршіге жібермейтін. Үйге жұмысқа 15 күнге кетіп шыққан кезде мамасына бүйтіп тапсырып кететін. Мынаны жібермей шықайық деп. Я Талғат. Вот это почему так? Вот қызғанатын страшно. Вот мен соны инсайтты айтып отырмын. Сонда мен 10 жыл күйеуіммен алысып жүрдім, мынау мен қызғанады, бүйтеді, мен шығармайды. Төркініме бару деген маған вообще ұлы отан соғыс жасау керек та. Или ажырасып кетіп барып келу керек. Басқаша сонда барып кайфовать ету деген. Қазір енді жүрмін ғой, мысалы Барселонада неде. Сонда маған инсайт келгені, мені вообще былай бекер жіберетін қатын емес екен ғой. Атабана Талғат секілді біткен адам бекер жіберсе балаларым деген биш болып кеткен ғой. Кітап ұстап алған. Жатам ана кітапты. Ана Камилялар 10 жаста сондай кездерде кетті сол инсайт. Камилялардың балаларға роллтын айтып Житті, еще Қошмамбетте андай уйғурский нан пісіретін көршілер тандырған. Ыстық, ең анау дәмді, бетіне май жағады өшім. Тандырынан әкел деп 100 теңге берем. Ана байқұстар тандырынан жауады. Үйде тамақ жоқ. Төрлері быт-жыт, кір-кір. Өзім лағып кеткем, өзімде не тамақ жемеймін, түске дейін ұйықтаймын, түнімен кино көремін, ана неден дисклер бар ғой. Таң елдің бүйтіп оянам, ана байқұс біреу сабаққа шашы дода кетеді, біреу бір күні елді де келе жатыр, аңырап. Бай, не болып қалды деп бүйтіп оян, не болды, біреу тиісті ма, кім тиісті деп сөйтіп, орсын дәптерімді бүткетті. Сол не дәптер жоқ, андай берекетсіз әйел болған ғой. Оттого мені тәртіпке ұстайтын андай еркек болмаса, хорошо кезде хоть үйден, иә? Представь, мен вообще сонда лағып, қаңғып, ана байдан байға тек кететін сондай әйел болған шығар. Оттого Құдай мынандай үй беріп қойған ғой, ана көтенімді қыстырып ұстап отырып. Вот сондай болды. Мен бұрын мен өзімді күштімін деп ойлайтынмын, пысықпын деп. Сөйтсем вообще ондай емес. Инсайт келген кезде я начала, когда Талғатта нет, правильно тұрып, правильно питаться етіп, правильно өмір сүрген андай. Төбемнен біреу тоқылдатып, Талғат келеді деген бір-екі күн қалғанда. Айнада қиынап, бәрін тапты, тамақ, бәрін пісіріп. Сөйтіп өзімді реттеп, жаңағындай, без никого, мені ешкім қарап тұрмаса да,
таңертең ерте оянуға. И сол кезде менде мына контроль деген нәрсе кетті ғой. Бақылау дегеннен мен уже өзімді өзім бақылап үйрендім. Одан кейін екінші нәрсе тазалық деген маған қай кезде келді. Бәрібір инсайтпен кетті маған. До ақмақ болған мойын вообще. Сонда мына тазалықты өзің ұстап тұрасың, или ол сені ұстап тұрады да, или жаңағы салақтық сені ұстап тұрады. Мына үйде мен қанша жаңа әншілердің мықты жұлдыздар жамандайды ғой, көбісі бүйтіп кеткен, сөйтіп кеткен. Қанша жұлдыздар бекер жұлдыз болып жүрген жоқ та. Жаңағы мен даже Мирагүл подружкамды мен бірінші көргенде осы үйінде ерке әйел ғой, өзі ырбиып жүретін шығар. Үйіне барған кезде анан сыққиған өзі технологически бітірген повар екен, шеф болды. 5-ші разряд дей ма, 6-ші разряд сонда. Тамақты пісірген кезде аны қат ремонты несі. Көбісі айтады, конечно, ол күйеуі ақша тауып жатыр. Конечно, ол бүйтеді. Ол ондай болмаса күйеуі ондай ақша таппаса. До того оның пысықтығынан ана держит. И мен сондай әйелдерді потом зерттеп бастадым. Мысалы, мынау былай тұр ма, уже бүйтіп жинап қоюға, иә, бүйтіп жинай салу, мысалы, мынаның бәрін бүйте салу, ол бір какой-то секунд нетеді да. Пысық әйелдердің өзі тазалықты өте ұстап тұрады екен да, и ол күнделікті таза болып тұрады екен да. Менде мысалы гардеробымда гардероб, носкимен, жаңағы жіп-жіппен бәрі орында тұрмаса, мен миымда хаос болады. Үйдегі әйелдің қай баласының носки қай жақта, қай енесі қай жақта екенін білмесе, ол үйдегі адамдарды управлять ете алмайды. Мен мысалы осы көктем шыққалы, например, балаларымның қысқы киімдерін салып, бәріміз үйде сөйтеміз ғой. Сонда каждый носкиді, каждый нәрсені білсем, мен каждый баламды біліп тұрған сияқты боламын. И ол солай. Күйеуімнің қандай киімі бар, ол қашан киеді, мен де ұмытып қалыппын, ана киім бар еді ғой деген жоқ. Өзімнің киімдерімді де четко білемін, өзімнің нәрселерімді білемін. Ол зат деген өте қиын нәрсе емес ол. И мен бұрын ойлайтынмын, ол бір адамға берілетін, біреуге қасиет шығардық, мен себебі абысындарым өте пысық болды. 4 абысыным бар, біреуінің мамасының емесі, ол вообще диванына отырып кетсең артыңнан жинап кетеді. Артыңнан прям талғат носкиін шешіп кетсе жуып кетеді сондай. Үйге қонақ келсе соның киімін жуып тастайтын сондай. До того чисто плотный да. Екінші үлкен абысыным Атыраудан, ол вообще пысық. Одан үлкен абысындарым енді вообще енді мынандай. Мен сонда андай, оларды разрушать етуге, мен разрушать етуге берілген ғой. Оларды қандай нелерді разрушать еткен ғой, андай. Келін деген бір нәрселер. Сөйтіп олар мен сондай, қазір мысалы көбісі айтады ғой, абысыным күн бермейді, анау бүйтпейді, анау енем күн бермейді. Олар ұлы ұстаздар. Мен оларға қазір вообще басым деймін. Мені бүйтіп жаңағындай тәрбиелеу арқылы қазір мен вообще қонақ күту, үйді жинау деген автоматик етіп қалған. И ол кеше Камиля айтып жатыр да. Камиля бір сабақ алып оқып жатыр екен, ол европейский ағылшын тілінде сабақтар еще круче ғой, бізде орыстарға кішкене бүйтіп келеді. Сон айтады, ол менде бұрын, Камилядан бұрын ол история менде болған. Жаңағы, қалай мен балаларыма мынаның бәрін жеткізе алмаймын ғой, мына тазалығымды қыздарыма үйрете алмаймын. И ана пысық шешенің қыздары пассивті болады. Потому что мен жағдайымдан жасап тастасам, аналар қозғалмайды да, потому что Қошманбетте бізде үйде бір адам, сыртта бір адам. И тем более қазір Астанада жұмыс істейтіндей баяғыдай көрпені далаға шығарып қағатындай жұмыс жоқ қой, бәрі не болады. Бірақ мен плюста болғанда, менің миымдағы перфокарта дейміз ба, чип дейміз ба, ол балаға құйылады да. Сонан кейін Камиля айтады, осындай нені оқып жатырмын, генный память жаңағы, ол еще Камиля біздің мынандай эзотерика, радология дегенді вообще жақтырмайды. Өзі ғылыми психологияны, клинический психологияны оқығаннан кейін, мама сен сол сүф-сүфіңді қойшы деп андай бұрыннан маған раздражаться етеді. Сен андай эзотериксің, бірден кейсің, ол өзі клинический психология диагноздармен сөйлейді сондай. Сосын мә сен сондайға кетіп қалдың ба не деп десем, жоқ, бұл кәдімгі психолог деп ана несін жіберіп жатыр да, психотерапевт, осындай коуч, ол жаңағы именно инфобизнес сатуды үйретеді дейді да. И сол айтып тұр. Мысалы, атадағы, әжедегі қандағы қасиет, иә? Сіздің атаңыз мына жақтағы радологиядағы, сіздің атаңыз оқымысты болса, білімді болса, мына өзінің ұрпағындағы плюсовой адамға кетеді екен ол. Сіз егерде арақ ішіп, жаңағындай ақымақ болып сөйтіп жүрсеңіз, полностью минусты жинап алады кеспейді. Қандағы. Мысалы, менің атам, туған атам, әкемнің әкесі халық жауы болған, ауылнай болған, сауатты кісі болған, сол кезде кітап таныған, орыс тілін білген. Ол кезде орыс тілін білу деген қазір ағылшынмен білді. Сонда орыс тілін білген, сонда мен ойлаймын, Талғаттың атасы сондай болған. Талғаттың мұқаш атасы ауылдағы тоже ауылнай болған, тоже екі жақтан да бізде репрессированы. Сотталып, бұл кісі де қайтып келген, менің әкем де қайтып келген, атамыз да қайтып келген. Сонда ол кісі де сондай не болған, сотталған, соны бидай таратқан ғой, ауылдағы аш кісілерге. Сөйтіп ұсталып кеткен. Сонда солардың несі мен ойлаймын, ана балаларымның біздің әлемдік университеттерге түсіп жатыр ғой, енді гранттарды жеңіп. Сол мысалы плюсқа келген кезде, мысалы, сіздің плюсіңіз еще балаларыңызға да дариды да.
сонда Камиля маған соны айтып жатқан кезде мысалы сіздің бойыңызда пысықтық болса, сіздің плюс рухани таза жүрген дұрыс ұрпағыңыз ғана. Сіздің бір жалқаулығыңыз болса, керісінше минусқа кетеді. Сол үшін баламен отношенияны құртпаңыздар, баламен всегда сөйлесіңіздер деген сол. Жалқаулықтан қалай құтыламыз дейді. Негізі бар ғой, осы құтылу дегенде мен енді қазір клубты, чтобы сіздер таңертең келіп тұру үшін құтылыңдар деймін ғой. Негізі психология маған кімнің телефоны нервыға тиіп жатқан. Андай қатты маңызды шаруаларыңыз болса, кетіп қалыңыздар да, или дауысын басып қойыңыздаршы. Былай көздеріңізге қойсаңыздар, звонок келсе көресіздер. Сонда мен психологияны енді қазір айтайын сіздерге, негізі мен айтқым келмейтін, қазақтар себебі өте жалқаумыз ғой. Мысалы орыстар, европейцтер ол қабылдауды үйретеді. Мен қабылдап тастағам. Мысалы менің даже бойымда жадность болса, ол маған ұнайды, потому что мен деген ұқыпты боламын. Жадный адам ол ұқыпты. Мен мысалы ойбай жомартпын деймін да, үстімдегін шешіп беріп несілем да, кейін бір күні ол қызыма керек болып қалуы мүмкін. Кеше мысалы наурызда көйлек киейін десем, пәленбай жыл киген қазақша көйлектердің біреуі жоқ та. Бәрін таратып тастаған елге. Сол кезде ойладым, менің 4 қызым бар ғой. Күшті көйлектерді неге қалдырып қоймағам? Мысалы $1000, $3000 дейін тіккізген дизайнерский киімдерім бар. Қарындастарым, сіңілдерім сұрап, ойбай күйеуге дейін деп бүйтіп алып беріп тастаймын. Инстаграмнан біреу бірдеңке сұраса танысып беріп жіберемін. Или там конкурс деп таратып жібергенмін Инстаграмда. Енді өтті ғой деген секілді. Сонда егер жадность болса сізде, мен наоборот енді жаман качестволармен жұмыс істейік, кішкене дұрыстырақ деп тартам да сіздерді, құтылыңыздар деп. Бірақ жалқаулықтың өзі негізі ол Генри Форд деген бірінші машине шығарған кісі айтқан ғой, жұмысқа жалқауларды аламын деп. Потому что жалқау жаңағыдай тез шешіп келеді бәрін. Оңай жолын тауып келеді. Мысалы, ана таудың ар шетінде не болса, бірдеңкені барып алып келу керек болса, пысық адам, ол ана ерінбейтін адам, кәдімгідей карта бойынша жаңағы сызылып берген, бүйтіп, там бір ай баруы мүмкін. Ана жалқау мысалы кетіп бара жатқан біреуден беріп жібереді, ала келеді, немесе прямой жолын таба салады, үңгір қазады. В общем, тез-тез нетеді да. И психологияда маған ұнайтын, мен ана анекдот айтамын, гордитесь, даже төсекке кесек қойсаң да гордись деймін. Это твое. Любой сенің качествоңды Алла тағала жынды емес қой, сені ана жақтан жалқау қылып қойып, ол сенің қаныңа сені спасать ету үшін, сенің бір безопасностыңа, сенің жаңағындай бір ұқыптылығыңа, любой жақсы качествоңда, жаман качествоңда Алла тағала әділетті. Ауаның құрамы химический элемент қой, ол жаңағы судың құрамы ол солай берілген. Қазір судың құрамы өзгерсін, кішкене өзгерсе біз деп ішкіміз келмейді, уже басып фильтрдан ішкіміз келеді. Сол секілді біздің бойымыздағы мінез де ол кәдімгідей Алланың бір балансымен каждыйымызға берілген. Просто біз совершенствовать еткіміз келеді да всегда. Қай кезде сенде совершенство болады, когда ты принимаешь. Да, я такая маубаспын. Аха, зато менің сол маубастығым мен күйеуімді өсірді. Маған мысалы, білем қаншама қыздар мысалы жылап, мен маубаспын, бірдеңке дейді. Мен айтам, күйеуің министр зато. Сенің маубастығыңа, сен пысық болып мен сияқты 5 жерде жұмыс істеші, күйеуің министр болмаса дейді. Ол жаңағыдай сенің бір жаман качествоң, наоборот, біреуге көмектеседі. Сен чересчур пысықай болып 5 жерде жұмыс істегеннен кейін балаңды өсірмей қойдың, например. Ұлың чересчур жаңағыдай слабый, да? Сол үшін любой іштегі качествоны просто оправдать деген сол. Жалқаулықтың енді оправданиясы жоқ деп мен әдейі біздің клубтың қыздар мысалы 100 қыз болса бір 20 қыз сөйтіп келеміз ғой. Просто мына мәңгі бақи осы клубқа келіп, немен бірге прям осы жерде өліп қалыңдар демеймін, но натренируйте, 1 миллионға жетіп алыңыздар, чтоб без мужа просто так кайф 1 миллион теңге келіп. Мен соған жетіп алғам, минимум миллион. Мен қазір Каспиімдағы ақшаны көрсетсем, получается, мына жердегі 1 тиын маған келмейді, бәрін Талғатқа келеді. Каспий бір бәле, өзімнің жеке өзімнің. Потому что мен соған жеткем, сіздерді соған жеткізгім келді. Қасымда жүр ғой, мен каждыйыңызға айтамын ғой, ауыл адамнан жұғады. Даже мынандай нәрсе бар да, әйелдер бір үйде тұрған кезде даже етек кіріп бір күнде келеді. Байқайсыздар ма? Вот общежитияда тұрғанда 4 қыздікі бірдей келеді. Енді ер азаматтар білмейді. Это вот ойлайсың да, вот бір күн кешігіп, бір күн не үйде мен 4 қызым бар ғой, мен білем да, бірдей келеді да. Сол, это вот прям вибрация деген сол толқын деген. Ол толқын, клубта жүрсіздер ма, сіздер уже ана 4 миллионер болса 5-шісі сен деп бекер айтпайды. Пока покажи друга, кто твой, сені көрсетем деген, біздің қазір мінездеріміз бәрі бірге бір жұғып жатыр. Сондықтан мына клубқа бекер адам келмейді.
көп адамды Құдай өзі де жібермейді. Жаңағындай кейде қыздар маған айтып жатады, ана бір жаман екен, мінезі жаман екен, ертең бүйтіп кетеді, сатып кетеді, атып кетеді. Мен айтамын, сатып кететін адам өзін ақырындап алып кетеді Құдай. Мен қасымда ондай адам жүрмейді, мен оны 100% білемін. Ана магазин аштық та, біз 20 000 теңге магазин ашқандар біледі ғой, күніне бір 10 000 жаппайды да, не зарплата жаппайды не дейді. А менде сразу делегирование, жалқау адаммын. Мына жақта жаңағы 50-дегі бір тәтеміз бар, керемет Қошмембетте магазин бар, бірақ өзі жалғыз тұрады. А мен делегированиені оқып алғам. Никогда успешный адам, бизнесмен адам өзі жұмыс істемеу керек. Күйеудің алдында пол жумау керек деген жазып алғам ғой өзіме. Күйеу жоқ кезде жусам жудым, жумасам вообще өзімнің служанка екенімді, домоработница екенімді көрсетпеуім керек. Ол жоқ кезде істеп тастаймын, но или там біреуді алам деген секілді. Содан кейін жаңағы продавец алам, бірақ жұмысым жүрмейді да, нем жүрмейді. Продавец баяғы қайын сіңілдерім, опыт жоқ, продавец жоқ. Содан кейін бір күні бір қасқыр қыз келді. Өзі менімен жасты, магазиндердің бәрінде істеген біздің районда. Бүкіл жақта елдер біледі. Ол отырса, жаңағы магазин жүргізеді, бірақ страшно жейді, бүйтеді, сөйтеді. Соны мен жұмысқа аламын ғой. Елдің бәрі айтты, ойбай, сен өзің, мен балапан секілдімін, только магазин ашқам, мұғалім болып жүрген адаммын ғой. Ойбай, анау сен түгіңді қалдырмайды. Бәрі айтты, ана оптовый рынок деген бар бізде. Бүкіл Қаскелең ауданына барамыз, бүкіл магазиншілер бәрін таниды жүрді. Біреуді айтып берсең болды жаңа. Иіннан, базадан шығарған сияқты. Оның ана баяғы тиген күйеуін тапқан баласы қаяқтан келді. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер. Соның бәрін өтіп берді. Сені Қарағанды қайда жүрдің ба? Мен Гүлсадамды уже точно универсальный сатып қойды. Сонда ана қыз біраз уақыт жұмыс істеді да, бізде магазинді бар ғой, сықайтып қойып берді. Кіші қызым. Гүлсада сен апа дейсің ғой. Сен кіші қызымнан да болса, үлкен кіз қалды. Қалып мен кіргізді. Алла бар. Ой, красавица. Келе ғой жаңа отыр. Жоғары қарай орын беріңіздер. Елма, есімің қай? Малика? Келе ғой, жоғары шық. Жаққа орындық беріп, Талғат шақырсыршы. Қыздарың. Сен де дойшан ғой. Содан ана қыз магазинді бар ғой, сықайтып қойып берді. Сосын ішімде уже мынандай не басталды. Мынадан қалай құтылам деген. Ревизия бар ғой, тұқ шығады. Ревизияны үйретті. Мен ревизия дегенді қақпаймын. Ана қыздар тұрғызып қоямын да, қыздар бүгін қанша түседі, мынанша дейді. Деймін да дейді. Вообще, зарплаталарыңды алып қалыңдардан бере салыңдар деп сөйтіп жүретін ғой. Талғат ақша келеді, оны салып жіберемін. Бұл рұқсат товар, Талғат келсе товар деп отырамын. Товарға ақша керек. Сен не істеп жатсың, не істеп түсінбейді. Сонымен ана қыз ревизияны шағып берді, мынандай дәптерлерді арнап берді, бәрін етіп берді. Ешкімде бір кезде бір 3-4 айдан кейін қылпылдай бастады. Мынаны қалай құтыламын деп. Сөйтіп бар ғой, бір өзінен өзі анау жаққа көшетін болды, кететін болды, әпкесі ауырып қалды, оны больницаға таситын болды, жоқ болып кетті. Сондайда, мына қандай толқында жүресіз, ол адамды сіздің айналаңызға өзі. Жаным, Валерия келді. Здравствуй, Валерия. Мы тебя ждали. Солай, сол үшін жаман ойдан қалай арыламын дейді, тұрда жүр. Тұрып жүр, осындай клубқа келіп 1 сағат жүр. Именно клубта жүрген нәрселер, қазіргі болған нәрселер, ол көп жыл сіздерді естеріңізге қалады кейін. Себебі мен айтып тұрмын ғой, миллиондаған сабақты беріп отырмын. Ертең балаларыңызға қалдыратын болып мен өзімше көп алып өзім айтып отқан жоқпын. Потому что энергия алмасып жатыр, көп нәрсе алмасып жатыр. Гербалаевтың өзі де адамның тамағын реттейді. Ұйқымен тамақ деп отырмын ғой, ұйқымен тамақты реттейді. Енді қазір оразада кішкене нелеріміз бұзылып кетті, бірақ оразадан кейін прям өздеріңізге алттан кейін тамақ ішпеуге, даже Гербалаевтың расписаниясымен жеп бір үйретіңіздер сөздеріңізді. Маған прям сіздерге әпкелік, сестренкалық кеңесім. Потому что өзімізді өзіміз жеп тастаймыз, өзімізді өзіміз құртамыз. Именно тамақпен, немен. Потому что жылдар өте біз жасар жатқан жоқпыз. Қартайып бара жатамыз, шаш түседі, энергия нетеді. Көбісі маған айтады, таңертең жүресің, кешке жүресің, сағаттап прямой эфирде отырасың, өте үлкен энергия ғой негізі. Шаршамайсың. Правильный образ жизни шаршатпайды. Мен қанша ұстаздарды көрдім. 80-ге келген, 70-ге келген. Талғат ана Черногорияға барған кісінің аты кім еді? Джек Макани. Джек Маканиді 17-ші жылы көргенде Талғат вообще айтқан, мынау вообще шайтан ба не деп. Біз таңғы 7-те ерте тұрдық деп тұрып алсақ, анау таңғы 5-те ана теңіздің жағасында не жасап жүреді ғой, аяқтары мынандай мощный, 80-ге келген шал. Өте мықты. Талғат оны көре алмай, вообще, қойшы әйел жоқ, ол қақсап қаңғып жүрді.
жамандап тастаған менің кәдімгідей ұстазым да. Өзі еркін, өзі өмір сүрді. Сондай адамдарды білемін да, енді көп адамдар. Бізді жетістікке жеткізетін только сол біздің осы правильный образ жизни, правильный тамақ, бұл болашақтың нәрсесі уже. И біздің ұрпағымыз шатасып кетпесін, ұрпағымыз ертең наркотикқа кіріп кетпесін, ойын құмар болып кетпесін. Плюсовой энергияны ұстап тұру керек. Мама деген мен бұрында да айтатынмын. Ақ орамалыңызды тағып, намазыңызды оқып тұрған үйіңіздегі бір сәтті баланың көзінде балалар маманы скриншот жасайды деп, телефонды шақ дегізіп скриншот жасаймыз ғой. Сол сияқты скриншот жасайды. Маманың өте бір жақсы состояниесын, духовный состояниесын, и маманың өте эмоциональды андай айғайлап тұрған состояниесын, екі состояниесын. Ана ақырып атасың ғой, бір сабақ оқымадың ғой деп, сондай состояниесын, и маманың өте, ол мама сені жақсы көріп емес, мама бір өзі блаженный состояниеде тұрады ғой, бір сол состояние баланың есінде қалады екен. Сол балаға побольше сол состоянияны көзінің алдында қалдыра берсеңіз, плюс энергия деген сол. Сонда ол бүкіл қандағы, тектегі, рудағы энергия оны қоршап тұратын болады. Ертең сол наркотик, сол жаман нәрселер оны айналып өтетін болады. Негізі мен балалы болғандықтан мамалардың несі көп қой. Осы балалар үшін бастадым негізі психология. Балаларым дұрыс өмір сүрсін, өзім уже бітсем деп. Но өмір деген өзіңе де береді екен. Сол бізге йога келді, йогаға келіңіздер. Достар, что за клуб дейді, Сарайшық 40. Бізде осындай әйелдер дамыту орталығы. Қазір йога бізде басталып жатыр. Біздің Валерия қайда? Валериямыз қайда кетті? Осы қыздар мені таңертең. Малика, сен кетіп бара жатсың ба? Йогаға қатыспайсың? Келсейші бізге. Кеп тұр ертерек. Вот наша Валерия, я хочу вас показать. 1400 человек вас смотрит. Отлично. В прямом эфире. И сейчас? Вот. Всем привет. Біздің йога-тренер тем бері бізде осы клубта күшті йога жасайды. Керемет, прям жаттықтырушы. Ал қыздар кеттік, күнделікті біздің марафон осы болып жатыр.